Сәлем баршаларыңызға. Керемет кешкі астың әдісімен бөлісейін. Ұстап атқан оразаларыңыз қабыл болып, Алла тағалам екі дүниенің бақытын жазсын. Ол үшін ең алдымен етті бір қайнатып, көбігін алып тастап, татымына қарай тұз, пияз, қызанақты салып, жай отта қайнатамыз. Екіншісіне фаршированный перец саламыз. Барлығын біріктіреміз құрамдарды. Сөйтеміз да тазаланған болгарскийдің ішіне барлығын салып шығамыз. Екіншісіне картошка, пияз, сәбіз барлығын саласыздар. Өздеріңіздің қалаған дәмдеуштеріңізді салып, жақсылап араластырып, екеуін екі листке салып, қайнап тұрған сорпаның үстінде 45 минут бойы пісіреміз. Барлығын біріктіріп, барлығын салып пісірсеңіздер дәмі өзгешелеу болады. Ал осылай бөлек-бөлек пісірсеңіздер вообще басқаша болады. Прям маған қатты ұнады. Істеп жеп көріңіздер. Маған әлі рахметтеріңізді айтатын боласыздар. Маған қатты ұнаған рецепттердің бірі болды. Істеп көріңіздер. Ас болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Okay.